Президент жолдауы ел дамуының стратегиясын, басымдықтары мен болашағын айқындайтын басты құжат. Сондықтан елбасы екпін сүріп айтқан барлық міндеттер халықтан қызу қолдау табуда. Биылғы президент жолдауында ел дамуының сан саласы қамтылды. Елбасы жұмыссыздық түйткілінен бастап, баспана, халық саулығы, білім саласын жаңғырту, ауыл шаруашылығын әлеуетін көтеру секілді көп бағытты қамтып өтті. Бибігүл Ғаділбек тарқатады. Елбасы жолдауы жаңару заманының жауапкершілігін жүктеді. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жоғарлату, электронды үкіметті дамыту арқылы әкімшілік кедергілерді қысқарту, халықтың компьютерлік сауатын ашу. Мұнымен қоса ел тізгінін ұстар, жас кадрлар корпусын жасақтауды тапсырды. Қазір қай салаға болмасын, білімі жоғары, қолынан іс келетін кәсіби мамандар ауадай қажет. Сондықтан озық ойлы жастарды лайықты жұмысқа жіберіп, басқарушылық сатыда шыңдап алу керек ақ. Зерделі жастарымыз өте көп. Еліміздегі, шетелдердегі жоғары оқу орындарында білім алып жатқандары бар. Елбасының бүгін міндеттеп отырғаны сол. Олардың ішінен ең зерек, елдің дамуына күшін салар ойлы, озық дегендерін таңдап алу керек. Менің ойымша, бұл жастарымыз өз саласын жетік меңгеріп қана қоймай, олар өз отанының патриоттары болуы тиіс. Әр заманға сай жоғары білімді, зор білікті жастары болу керек. Жастар көп қазір. Өзінің болашаққа деген ойы бар, елді дамытуға байланысты өзіндік бар пікірі бар жастар көп. Сондықтан ол корпусты дайындау ол өте тиімді. Бұл өте дұрыс айтылған ұсыныс, және бұл алдағы уақытта жемісін береді деп ойлаймын. Президент жолдауын Қызылорда университетінің оқытушылар құрамы мен студенттерді зейінмен тыңдап зердегі тоқыт. Дамып келе жатқан елдің тірегі білікті мамандар екенін елбасы ұдайы айтып келеді. Бұл жолда айналып өтпеді. Біздің Қазақстан Республикасының экономикалық мүмкіндігін есептеп, жаңа елбасымыз атап өткен үлкен құрылыс объектілерінің өмірге шын жолдама алатын үлкен сенімділік. Бұл жолдаудың нақтылығы менен, сосын біздің саяси ішкі тұрақтылығымызды есептеп, кім болса да Қазақстан Республикасының азаматтарының барлығында бірлікке, бірге еңбек етуге шақыратын жолдау. Сондықтан біз сөз жоқ, оны қолдаймыз. Қазақстан экономикасы іргелі болу үшін тиімді жұмыс істейтін кәсіпорындар қатары артуы керек. Өзі шығармай, тек өзгеден тасайтын елдің таяныш тірегі берік болмайды. Рас, интеграция тереңдеген қазіргі жаһандану заманында жақсыны жұрттан алудың зияны жоқ. Бірақ өзің істей алатынды өзгеден сұрау түбі кіріптарлыққа түсіреді. Ал әлемде сұранысқа ек шикізаттарды тауып, жабдықтарды жасай білген елдің маңдайы жарық, ертең жарқын. Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жолдауы осыған бағытталған. Бүкіл Қазақстанды газбен қамтамасыз ету мәселесін көтерген үлкен жобада айтылды осы жол. Яғни Қазақстан жаңа көміртегі шикізатын шығаратын болғандықтан, біздің Қазақстанда мынау жанармай, сосын бір мұнай өнімдері, және әсіресе газ өнімдерін Қазақстан халқы 100% игілігін көру керек деген мақсат қойылып отыр. Әрине, әлеуметтік экономикалық жаңғырудың үлкен бір алды келе жатқан елбасының өзі бастады ғой. Біз енді тәуелсіздігіміздің 3-ші онжылдығына қадам бастық деп. Осы 3-ші онжылдыққа қадам басқан тұста бұл жолдау әсіресе еліміздің әлеуметтік, экономикалық, инновациялық дамуына жаңа бағдар беретін, және соны жаңа белеске көтеретін, және мүлдем көптеген бағыттар бойынша жаңа межелер анықтаған жолдау болып есептеймін. Өзгергенді көз көрген қазақ мемлекетінің соңғы жылдардағы жетістігі дүйім дүниенің дидарын өзіне бұрды. Өткен 2011 жылдағы ел экономикасының өсімі аз емес, 7,15%. Бірақ қол жеткенге тоқ мейілсу болмас, сондықтан 2015 жылға қарай табысы жоғары елдердің қатарына қосылу межесін айтты елбасы. Ішкі өніміміз 95 жылға салыстырғанда 15 есе өсті. Яғни, егер 95 жылы әр адам басына шаққанда $700 ғана келетін болса, қазір $11,000 құрап тұр. Бұл не дегенде? $11,000 деген сөз, ол үлкен нәтиже әр адамның басына шаққанда. Тәуелсіз қазақ елінің бұл 16-шы жолдауы. Тұрақтылық пен өркендеу. Биылғы жолдауда да ел дамуының тағы бір жылға арналған міндеттері алға тартылды. Ендігі міндет елбасының халыққа жолдауында айтылған тапсырмаларын жуық арада жүзеге асыру. Бибігүл Ғаділбекқызы, Мөлдір Құлмырзаева, Айгүл Ермахан, Айгер Мусина, Қазақстан ұлттық арнасы.